Қайырлы күн, құрметті көрермендер, аман есенсіздер ме? Менің бүгінгі хабарымда бұл Тараз қаласының тұрғыны Ержан Жұманов есімді азамат. Ержан Жұманов бұл кісіні таныстырып өтейін тағы да. Мынау қаңтар көтерілісі кезінде бейбіт митингке шығып, одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерін өлтірді деп айыпталып, 16 жылға сотталған Ербол Жұманов деген азаматтың туған бауыры, ағасы. Ерболды 16 жылға соттан кейін қалалық сот соттады, 16 жылға, одан кейін Жамбыл облыстық соты апелляциялық шағым берген кезде қарап, алдыңғы соттың, яғни Тараз қалалық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Сөйтіп ол алдымен Тараз қаласында қамауда болды, одан кейін соңғы уақытқа дейін, қазіргі уақытта Павлодар қаласындағы түрмеде, Павлодар облысындағы. Және енді бүгінгі хабарымыз бұл Ерболдың басындағы жағдайға байланысты, яғни түрме ішіндегі жағдайды ағасы алаңдап хабарласқан себепті бүгін осы эфирді жасап отырмыз. Ағасы қазір Ерболдың басындағы жағдайды өзі айтып береді, өйткені бауырымен үнемі таксофон арқылы, яғни сол түрмедегі заңды өздеріне берілген байланыс арқылы хабарласып отырады. Соған байланысты Ереке айтты. Ассалаумағалейкум, қазақ халқы. Ассалаумағалейкум, әбеке. Қалдарыңыз қалай? Үй іші бала шаға аман есен? Аман есен, Ереке. Бауырыңыз туралы сол алаңдап хабарласқаннан кейін бүгін сәті бүгін түсті. Соны айтып берсеңіз, өткенде біраз алаңдадыңыз жаңағы ішіндегі жағдайларға байланысты. Мен Жұманов Ербол ағасы болып келем, туған ағасы. Жұманов Ержан болады, Тараз қаласының тұрғынымын. Қазір Ербол бауырымның арыздарынан бастасам ба деп отырмын. Арыздарын жазған етін мен өтініш арқылы тіркеген болатын. Ерболдың өзі маған кеше таксофон арқылы хабарласқан. Қазіргі таңда Павлодар облысында 63-ші мекемеге ауыстырылған. 46-ші мекемесінен 63-ші мекемеге тергеу изоляторына ауыстырылған. Қазіргі таңда Ербол бауырымның жағдайы өте ауыр болып тұр. Сондықтан Ербол бауырымның өзінің өтініші әбекеге хабарласып сұхбат берсеңіз дұрыс болар еді деді. Менің Жұманов Ерболдың бауырымның бар кінәсі сол Павлодар облысында 46-ші мекемедегі бүкіл заңға қайшы іс-әрекеттерді, тәртіпсіздікті, жемқорлықты, сол барлық бүкіл бұлттарды әшкере қылғаны. Арызда Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына жазған болатын. Сыбайластық жемқорлыққа қарсы агенттігіне жазған болатынбыз. Сол ең бірінші арыздарынан бастап оқып өтсем, әбеке, түсінікті болу үшін. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасының сыбайластық жемқорлыққа қарсы агенттігіне Жұманов Ербол Бегалиевичтен дейді, заңсыздықпен сотталған дейді. Арыз 13-і, 15-і, 20-сы, 21-і, 22-сі, 23-і, 24-і, 11-ші ай 2024 жылы мен 46-ші мекеме Суон бөлімшесінде құрылыс жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Құрылыс материалдарын 20-ші, 11-ші, 2024 жылы кіргізген болатынмын. Өзімнің қаражатыма дейді. Себебі мен мәжбүр болдым дейді. Біріншіден 46-ші мекеме бастығы Бакин, Зампарор, Айдар, Замполит, Байекенов және тағы басқа бізді қорқыта бастады. Сендерді крытый зонаға жіберем, болмаса Қарағандыға зонасына көздеріңді құртамын деп, әрі қарай мен осының алдында құрылыс жұмыстарын өзіміз істеп жатырмыз деген арызыма дуис. Біз бәрінде тексердік, онда еш нәрсе таппадық деген жауап хат келген болатын дейді. Демек, менің Ербол бауырым оның алдында арыз жазған болатын дуиске, Павлодар облысындағы. Ол жақтан хат келген жауап, біз тексердік, онда ешқандай не табылмады деп хат келген. Сол себептен дейді, өзім сырттан алған материалдарды қай дүкеннен қанша сомаға алғаным жайлы. 20 ноябрь 2024 жылы қалай 46-ші мекемеге материалдардың кіргені, сотталғандардың жұмыс істегені, және де өзімнің жұмыс істегенім,
13-і, 15-і, 20-сы, 21-і, 22-сы, 23-ші, 24-ші ноябрь 2024 жылы осының бәріне дәлелім бар. Ал бейне жазба қазіргі таңда ол 100%-ық дәлел. Сыртта Жұманов Ержан Бигалиевичте ағамда қолында тұр дейді. Бірінші, қай дүкеннен алынған? Екінші, қанша материал? Үшінші, қанша сома, чек? Бәрі бар. Қай күні, қай жерде құрылыс жұмыстарын жасағанбыз. Менің сіздерден сұранарым өзім зерттеп, өзім тергеп, қылмысты ашып отырмын. 100% дәлел бар. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекске сай іс қозғауын сұраймын. Және де сыбайластық жемқорлықтан қарсы агенттігінен прокуратурадан прокурор жіберуін сұраймын. Еш шара қолданбаса, мен өзіме қол жұмсаймын. Ешкім келмесе, өзіме қол жұмсаймын дейді. Бұл 28 ноябрь 2004 жылы жазылған арызы. Демек қысқаша түсіндіріп өтейін. Қазіргі таңда Павлодар облысында 46-шы мекемеде сотталған азаматтарды қорқытып, өздерінің қаражатына сырттан сол жаңағы 28 ноябрьде жазылған арыз бұл. Кеше мен Ербол бауырмен таксофон арқылы хабарластым. Өзі сол мекеменің несіне арыз жазған екен, ағайын туысқандарыма хабар берейін, мен осы жерге ауыстырған жайында. Ерболдың айтуынша сол 46-шы мекемеде Павлодар облысында сотталған азаматтарды қорқытып, қысым жасап, сендерді басқа жаққа ауыстырамыз, Қарағандыға жібереміз, крытый зонаға жібереміз деп қорқытып, материалды өздерінің ақшасына алып, соны сол жердегі жұмыстарын жүргізген болатын. Біраз нәрсесін істеткен сияқты. Өйткені Ербол сізге оның алдында сұхбат берген кезінде айтылып еді ғой. Жаңағы киім жағы, тамақ жағы, дәрі-дәрмек жағы, ескі тозып кеткен монша жайында. Соның бәрін енді сол жердегі отырған азаматтарға, сотталған азаматтар қысым жасап, сол жердегі заңсыз әрекеттер істеп, сол жердегі азаматтарды қорқытып, жұмыс істетіп жатқан. Ербол оның алдында сол жердегі қылмыстық атқару жүйесінің департаментіне арыз жазған болатын. Осындай бізге қысым көрсетіп, осы жердегі сотталған азаматтар қысым көрсетіп, жұмыс істетіп жатыр. Өздерінің қаражатына, әбеке. Бұл жерде бір түзеу, бір тәртіпке келтіру, еңбекке баулау әрекетінде емес, қорқытып, өздерінің ақшасынан сырттан алдыртып, сондай жұмыстарын жүргізген болатын. Ербол бауырым сөйтіп жазған кезде жауап келді. Біз тексердік, ешқандай ондай фактілер тіркелмеді деп. Сондықтан Ербол бауырым, мен қорыққаннан барған жоқпын дейді. Маған кеше таксофонмен айтты бәрін. Мен өзім дәлелдеу үшін дейді, сырттан материал алдыртып, сол Павлодар облысына қай дүкеннен фискальный чектері бар, бейне жазбасы бар, сол мекемеге кіргізіп, сол материалдың штрих-кодтары бар, қолында фискальный чектері бар, дәлелдеу үшін дейді, осын дәлелдеу үшін сондай қадамға бардым дейді. Сөйтіп, осы жерде осындай заңсыздық болып жатқан әрекеттерді көрсету үшін сондай қадамға бардым деп отыр, әбеке. Түсініп отырсыз ба? Осындай жағдай болып отыр. Келесі арызына көшсек, бұл кесілген жайында, оны жасырып отыр. Ол өтініш арқылы мен жібердім, ол жерде тіркелген бәрі. Әбеке суреттерінде қатты, іс-шағын қатты кесіп тастаған. Өйткені прокурор шақыруын талап еткен, прокурор шақырмаған, әділетсіздікке көз шарасыздықтан өз-өзіне қол жұмсаған, кесілген. Мына арызы ноябрьдің 7-сінде жазылған екен. 46-шы мекеме Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына заңсыздықпен сотталған Жұманов Ербол Бигалиевичтен дейді. 46-шы мекеме заң прокурорына Айдархан Айдар Ерлановичтің және де замполит Байекенов Нұрлан Қадырбекович мені 3 ноябрь 2024 жылы мені ДИЗОға іш киіммен толық шешіндіріп жауып тастады дейді. Неге деген сұрағыма төсекте жаттым дейді. Мен оларға менің грыжам, ауруым бар, асқынып ауырып жатқан соң төсекте жаттым десем де көмек болмады дейді. Мен 28 октябрьде 2024 жылы арыз жазған үшін деп отыр дейді. Бірақ қанша арыз жазсан да бұл 46-шы мекемеден шығармай жатыр дейді. 3 ноябрь 2024 жылы мен өзіме қол жұмсаймын. Бірақ 46-шы мекеме қызметкерлері 102-103 шақырмады дейді. Түнде 102 келді, бірақ мен ол кісіге қазір ғана ішіме 8 шов салды. Ертең келіңізші, себебі қатты ауырып жатырмын деді.
ол 102 келесі күні күттім келмеді дейді. Сосын арада 4 күн өте 7 ноябрь күні 2024 жылы сағат кешкі уақыт шамасына тағы да ішімді кестім. Прокурор шақыруын талап еттім дейді. 102, 103 шақыруын сұрадым дейді. Ал сол күні зампарор Айдархан Айдар Ерланович болса ДПНК дейді. Алиге Жумановтың ішін тігіп, қайтып дизоға жабыңдар. 102, 103 прокурорды ешкімді шақырмаңдар деп қылмысты жасырып отыр дейді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекске сай заңсыздықпен мені бұлға жапқан үшін, қысым қорлау, қинап, құрылыс жұмыстарын жасатқан үшін, қылмысты жасырған үшін іс қозғауын талап етемін. Себебі ішім грыжа, белім қатты ауырып жүр. Мен 46 мекеме қызметкерлерінен қауіпсіздік қапасқа жабылуын сұраймын. Ол 46 мекемеде жазған қағаздарым кетпей жатыр, көмек сұраймын дейді. 7 ноябрь 2024 жылы жазған. Бұның бәрі өтініш арқылы сыбайластық жемқорлыққа, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жіберген болатынбыз. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына ішінің кесілгені, осындай заңсыздықпен құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқанына сондай осы арыздардың бәрін жіберген. Мына жақта тағы да бір қызық жайт бар. Қызық болғанда қызық емес қой, бұл күлетін нәрсе емес, жылайтын нәрсе. Бұлай шындап келгенде мына жақта масқара болып жатыр. Енді осының бәрі рас болса, білмеймін, мен мына бауырым жазып отыр. Бұл қалай айтсам екен, бұл арызда есірткі наркотик дейді ғой, сонымен байланысты жазған. Бұл 28 желтоқсан 2024 жылы жазған. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына заңсыздықпен сотталған Жуманов Ербол Бигалиевичтен дейді. Арыз бүгін 29 октябрь 2024 жылы. Бұл арыз Павлодар қаласы 46 мекеме үстінен жазылып отыр дейді. Бұл мекеме үстінен 30-дан астам арыздар жазылған болатын. Бірақ ол арыздарға келген жауаптар жалған. Мен сіздерге бұл мекеме келсеңіздер 100% бұл жақта заңсыздықтың бәрінде дәлелдеп беремін. Ол дәлелдер видео, аудио жазбалар. Маған шұғыл түрде бас прокуратурадан прокурор жіберуін сұраймын дейді. Бұл 46 мекеме қызметкерлері геноцидпен айналысып жатыр. Химия, наркотик, магазин ашып алған. Бірақ бұл Бакин, Айдархан Айдар Ерланович, Байекенов, бұлардың ағалары мықты, бәрінде шешіп тастаймыз деп отыр. Ол қылмысты анықтап Бакинді шығарып жіберудің орнына больничный деп отыр дейді. 46 мекеме қызметкерлері наркотик сатып біздің ініміз, қарындастарымызды уландырып, Қазақстан Республикасының жастарын өлдіріп отыр. Неге бұл тұлғаларға еш шара қолданбай жатыр? Бұл не деген сұмдық? Өз халқын өлдіру деген. 46 мекеме бастықтарына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сай іс қозғауын сұраймын. Бакинге, Айдархан Айдар Ерлановичке, Байекенов Нұрлан Қадырбековичке және де барлық кінәлі тұлғаларға дейді. Және де мені қауіпсіздік қапасқа жабуын талап етемін. Себебі мен өз өміріме қауіп төніп тұр. Болмаса мен өзіме қол жұмсаймын дейді. 28 желтоқсанда жазылған. Бұл жерден де Ербол бауырым арыз жазып кеткен. Кеше ол маған таксофонмен звондаған кезде мен осы жайт туралы сұраған кезде түсінбедім. Оның айтуынша сол мекемеге, Павлодар облысына 46 мекемеге қанша жыл екен нақты есімде емес, 15 жыл деді ме, әлде 17 жылға ма деді, сотталып кеткен азамат келді деді. Сол есірткі сатқан дейді сыртта. Сонымен сотталып келген азаматқа жағдайын жасаған, интернет тартқан, интернет арқылы наркотик сатқан дейді. Менің қатаң шартты отрядында отырған кезде сол жерде күніге тексеріс болып жатты деді. КУИСтан, қылмыстық атқару жүйесінің комитетінен, прокуратурадан, басқа да антикордан ба, басқа да қызметтен адамдар келіп қайта тексеріп, 46 мекемеде сондай жайттар болып жатқанын маған айтып кетті кеше таксофонмен. Әбеке, осындай жағдай болып жатыр. Бұның ненің бәрі расталса, бұл деген өте масқара нәрсе ғой. Ол өзі қылмыстық атқару жүйесінің комитетін өзі түзеу мекемесі дейді. Ол жерге сотталған адамдарды түзеудің орнына сондай жағдай жасап отыр ма не? Бизнес құралына айналдырып отыр ма? Мен білмеймін енді. Айтарыма сөз жоқ, Әбеке. Енді осы жазған арыздардың бәріне жауап келген өтініш арқылы. Өйткені біз Қазақстан Республикасының сыбайластық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жазған кезде басшы сол
ол кісілер Павлодар облысындағы сыбайлас жемқорлық қарсы қызметке жіберген. Ол кісілерден маған жауап келді. Жұмановқа, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Ыбырайым Сүлейменов көшесі 107-ші үй дейді. Құрметті Ержан Бекалиевич дейді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Павлодар облысы бойынша департаменті, бұдан әрі департамент, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі, қылмыстық атқару жүйесінің комитетінің 46-ші мекеме РММ-нің лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттері туралы сіздің арызыңызға келесіні хабарлайды. Қылмыстық процестік кодексінің, бұдан әрі Қылмыстық процестік кодексінің 179 бабына сәйкес қолданыстағы заңнаманы бұзу, залал туралы, елеулі зиян не заңсыз табыс туралы мәліметтер жоқ, өтініштер, хабарламалар сотқа дейін тергеп тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелуге жатпайды. Қазіргі уақытта, яғни тексерусіз және уәкілетті органның актісіз құқықтық сотқа дейін тергеп тексеруді бастауға негіз жоқ. Қаралып отырған жағдайда сіз келтірілген дәлелдер бойынша объективті құқықтық баға беру үшін Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің және Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің тиісті тексеру материалдарын зерделеу қажет дейді. Осыған байланысты сіз келтірілген дәлелдерді тексеру мақсатында департаменттің ақпаратты есепке алу кітабында нөмір жазылды дейді. Және Қазақстан қылмыстық процестік кодексінің 181 бабының 5-ші бөлігінің тәртібімен жоғарыда көрсетілген мемлекеттік органдарға жіберілді дейді. Тексеру нәтижелері алынғаннан кейін департамент процестік шешім қабылдайды. Ол жөнінде сіз хабарланатын боласыз. Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда сіз заңда белгіленген тәртіпке шағымдануға құқылы екенін түсіндіріледі дейді. Менің түсінгенім әбеке, ол енді қылмыстық атқару жүйесінің комитетіне қарайды ғой. Сол кісілерге жіберген сияқты, о жақтан да жауап келіп түскен. О жақтан қылмыстық атқару және сыбайластық жемқорлық агенттігінен Павлодар облысына қызметінен жаңағы жіберген қылмыстық атқару жүйесінің комитетіне. О жақтан да маған жауап келді. Жұмановқа дейді, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, қылмыстық атқару жүйесі комитеті дейді. Өзіндік қауіпсіздік басқармасымен дейді. Сіздің Павлодар облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесінің департаментінің 46-ші мекемесі қызметкерлерінің заңсыз іс әрекеттері туралы арызыңыз дейді. 2025 жылы 10 қаңтар номері жазылған қаралды дейді. Арызыңыз тексеріс жүргізіп, шешім қабылдау үшін Павлодар облысы полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасына жолданды дейді. Қабылданған шешім және жүргізілген тексерудің нәтижелерін сізге Павлодар облысы полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасы хабарлайды дейді. Арызыңызды қарау нәтижесіне қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда сот немесе прокуратура органдарына шағымдануға құқылы екендігіңізді хабарлаймыз дейді. Осындай жауаптар келді. Ары қарай мына жақта тағы да жауап келді. Павлодар облысы полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік бастығы полиция подполковнигі Қарымсақовқа дейді. Астында мәлімет үшін дейді, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Павлодар облысы бойынша департаментіне дейді. Сізге қарастыру және шешім қабылдау үшін 2025 жылғы 10 қаңтардағы нөмірі тіркелген Павлодар облысының қылмыстық атқару жүйесінің департаментінің 46-ші мекемесінің қызметкерлеріне қатысты Ебі Жұмановтың арызын жолдаймыз дейді. Одан басқа арызда көрсетілген сотталғанға азаптауды қолдану туралы фактілерді тексеріп, оның жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларды қабылдауыңызды сұраймыз дейді. Қабылданған шешім және жүргізілген тексерудің нәтижелерін қылмыстық атқару жүйесі комитеті өзіндік қауіпсіздік басқармасына Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Павлодар облысы бойынша департаментіне және арызданушыға 2025 жылдың 25 қаңтарға дейін хабарлауды сұраймыз дейді.
осындай жауаптар келіп түскен Абеке. Оның алдында Ербол бауырымды әлеуметтік мақсатты қолдау мақсатында, оның 2 баласы бар ғой, әкесін сағынып жүр. Осы тұрғылықты жеріне ауыстыру мақсатында арыз жазған болатынбыз, өтініш арқылы. Ол жақтан да жауап келіп түскен. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінен Жұмановқа дейді, менің телефоным жазылған. Құрметті Ержан Бегалиевич, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті сіздің Ербол Бегалиев Жұмановқа қатысты өтінішіңізді қарап, мынаны хабарлайды. Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару кодексінің бұдан әрі қылмыстық атқару комитеті 88-ші бабы 4-ші бөлігінің 4-ші тармағы талаптарына сәйкес құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында прокуратура органдарымен келісім бойынша дейді, Жұманов Павлодар облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің номер 46-ші мекемесінен осы департаменттің 63-ші мекемесіне ауыстырылған дейді. Қылмыстық атқару комитетінің 88-ші бабы 4-ші 1-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық атқару комитетінің 88-ші бабының 4-ші бөлігінің 4-ші тармағы бойынша ауыстырылған сотталған әлеуметтік пайдалы байланыстан қолдау мақсатында басқа мекемеге ауыстыру үшін 10 мінез құлық дәрежесінің болуы міндетті шарт болып табылады. Алайда дейді, қазіргі уақытта Жұмановқа 3-ші теріс мінез құлық дәрежесі айқындалғандықтан оны әлеуметтік пайдалы байланыстан қолдау мақсатында басқа қылмыстық атқару жүйесі мекемеге ауыстыру мүмкін еместігін хабарлаймыз дейді. Менің бауырымды -3-ке тығып жіберген ғой, оның алдында лезвия лақтырды, -1-ге тығып, алтта бұлар жаңағы қатаң шартта отрядына тықты, о жақта алып 7 тәулік ДИЗОға жапты, 15 тәулік қайтадан ДИЗОға жапты. Сөйтіп -ке кіргізіп, Ерболдың аузын жабу керек болып тұр ғой, Ерболдың аузы жабылмай жатыр ғой. Мына жақта Тараз қаласында 58-ші мекемеде отырды, о жақта да 100-ден аса арыз жаздық осы күнге дейін. Менің өзім 45 арыз жаздым, өтініш арқылы. Ербол бауырымның арыздарын жіберген болатым. Сол Ербол бауырымның сол 58-ші мекемеге қатысты 6 қаңтарда жазған арызын оқып кетейін, соңғы арызын. Мен 7 қыркүйек 2023 жылы дейді, 58-ші мекеме қызметкері Зампаров, Жапаров Руслан тағы басқалар ұрып, соғып, тұншықтырып, қысым қорлау жасаған болатын дейді. 11 шілде 2024 жылы қауіпсіздік қапаста 58-ші мекеме қызметкерлері Жапар Русланның кесірінен мен өз қарнымды кескен болатым дейді. О жақта да өзінің қарнын кескен. Бұл Жапардың үстінен іс қозғалған дейді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекске 105-ші бабы, 146-ші бабымен қозғалды деп жауап хат келген дейді. Бұл Жапар Руслан ұрады, соғады, тұншықтырады, қысым қорлау жасайды. Қазіргі таңда 58-ші мекеме бастығы болып отыр. Қалайша оған іс қозғалып, Зампаровдың бастық болады ма? Керісінше оны соттаудың орнына дейді. Сіздер оны неге көтердіңіздер дейді. Менің 58-ші мекеме Жапардың тағы басқа үстінен жазған арыздарымды қайта қарастыруын сұраймын дейді. Қайта қарастыруын сұраймын дейді. Тоқтап қалмасын, қылмыстық іс тоқтап қалмасын, түбіне дейін зерттеп тергеуін және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бап, 146-ші бабы қолдануларыңызды сұраймын. Себебі менен бәрін департамент полиция, мына жақта служба безопасности, өзіндік қауіпсіздік басқармасы ма? Солай болып тұр. Жамбыл прокуратурасы 100% дәлелім бар. Ол мені ұрған соң қалған побойлар дейді. Ернім жарылғаны бәрі де бар. Бейне жазбалар. 58-ші мекеме үстінен жазған арыздарымды ең біріншісінен бастап аяғына дейін арызымды қарап, зерттеп, тергеп, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сай іс қозғауын сұраймын дейді. Демек, бұл жерде менің інімнің ар намысына тиеді, ұрады, соғады, тұншықтырады. Кезінде сол мекемеде Зампаров болып жүрген адам, шынымен де мен кеше ғаламтор арқылы кіріп, 58-ші мекемені тексерсем, сол жерде руководитель Жапар Руслан Нұрланович деп тұр. Ол кісіге нақты қандай шара қолданғанын білмеймін, ол жылы жабылып қойды ма, ол іс басталған еді негізі.
сол схема қазір нақты есімде емес, бірақ іс қозғалған етін. Ерболдың арызы бойынша 105-ші, 146-ші бабы бойынша іс қозғалған етін. Аяғы көріп отырсыздар, Ерболды ұрып соққан адам қазір көтеріп сол мекеменің басшысы болып отыр. Осындай заңсыздықтар болып жатыр. Әбеке. Ал Ереке, жалпы... Аха, айта беріңіз. Сосын Ербол бауырым өзінің дәлелдеу үшін әлі де күресіп келе жатыр. Менің бауырым қаншер емес. Ол Көшек батырында ұлттық қауіпсіздік комитеті мен әскерлер бір-бірімен атысып, сол жерде Дастан Әділбай подполковник қайтыс болып кеткен. Соны түбіне дейін берілмей күресіп, бірінші сот отырысында, апелляция сотында материалда тіркелген, басқа ракурстан түсірілген 8 файл бейне бар. Біз ол әлі күнге шейін көрген жоқпыз. Демек, бұл жерде жоғары сотқа негіз бар. Өйткені біз жоғары сотқа берген кезде негіз жоқ деді қарауға. Бұл қылмыстық процесс кодексінің 24-ші бабы өрескел бұзылып отыр ғой, қателеспесем Әбеке. Өйткені менің Ербол бауырым сол мекемеде отырған кезде Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотта арыз жазған болатын. Менің ісім бойынша 98-ші бумадағы тіркелген файлдар басқа ракурста. Демек, Әбеке бұны ешкім көрген жоқ. Бірінші сот отырысында да, апелляцияда да ешкім көрген жоқ. Оны сұраған болатын. Ербол бауырым. Ербол бауырымнан сұраған болатын, міне конверті маған сол 46-ші мекемеден жібергені. Ербол бауырыма 4 дана дискті салып жібереді. Ерболдың ісі бойынша. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дисктері. Мына жақтағы жауапты оқып берейін мен сізге. Осы Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотының жауабы. Төрағасы Қадырбек Нұржан Боранбайұлы. Ерболға үкім шығарған судья болып отырған, сол кісіден келіп отыр. Бұл 2024 жылы 12-ші қыркүйекте нақты номер жазылып тұр. Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Абай көшесіндегі 143А адресінде орналасқан мекеме ғой. 46-ші мекеме бастығына дейді. Жамбыл облысы бойынша қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық соты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 291 бабының 3 бөлігі 4 тармағымен, 24 бабының 3 бөлігі 291 бабының 3 бөлігі 4 тармағымен, 287 бабының 4 бөлігімен, 381 бабының 2 бөлігі 1 мен 10 тармақтарымен сотталған Жұмановқа қатысты қылмыстық ісі бойынша сотталған талабына сай дейді. Қылмыстық істің 98-ші бумасына тіркелген дискілер көшірмесін сотталған Жұмановқа табыс ету үшін жолдайды дейді. Қосымша 4 дана диск пошта арқылы жолданды дейді. Төраға Қадырбек Нұржан Боранбайұлы. Нақты кіріс орындаушы бәрі жазылып тұр. Міне Әбеке. Осындай нені Ербол бауырым арыз жазып, Ербол бауырым отырған мекемеде сол 4 дискті жолдаған болатын. Сөйтіп, Ербол бауырым ол мекемеде отырғанса мүмкіндік жоқ қой зерттеуге. Оны қайта-қайта көрсете бермейді ғой. Мен Ерболға айтқан почта арқылы жібер, үйде асықпай компьютермен көрейін, бір нәрсе табылып қалар деп. Сөйтіп, сол мекемеден Жұманов Ержан Бегалиевич, город Тараз, улица Сулейманова, 107, направляем ваш адрес, диски, количество 4 штуки в отношении осужденного Джуманова Ербола Бегалиевича. Приложение, диски 4 штуки, дейді. Начальник РГУ, учреждение номер 46, КУИС МВД РК, майор юстиции Бакин, дейді. Сол 46-ші мекеменің басшысы қолы қойылған. Сөйтіп жібереді. Мен бұл дисктерді зерттейін деп компьютермен көре бастаймын. Бірінші диск, ол 98-ші бумада тіркелген, жалпы көлемі қателеспесем 3 гигабайттан көп, 3,7 гигабайт шамамен. Сол жерде тіркелген. Бұл бірінші дискті қарасаңыз дым жоқ. Пустой диск қой. Ештеңе жазбай салып жүрген. Мен программист болмасам да диск жазған кезде, Әбеке, өзіңіз де білетін шығарсыз.
диск із қалдырады. Дискте прожигать ететтен яқта із қалады. Көлем болса, онда ештен жоқ. Бірінші дискті тақтым, ойладым, может, не сондай бір жағдайға түсіп қалған шығар деп. Екінші дискті сасам, біз көріп қойған ракурстағы 3 файл шығады. Екінші, біз көріп қойғанбыз, оны бірінші сот отырысына да көріп қойдық. Бұл басқа ракурстар, өйткені номерация 24, 25, әлде 25 пен 26 деп тұр. А бұл жақта 6-шы номерді біз көріп қойғанбыз. Сосын үшінші диск салам. Үшінші диск салсам, Дастан Әділбайға оқ деген сәтін қысқаша салып жүрген. Онда көріп қойғанбыз. Төртінші диск салсам, ол жерде әбеке ешқандай не жоқ, ақпарат жоқ. Қайтадан пустой болып шығады ғой. Құр пустой диск салып жүрген. Бұл демек, қалай айтса болады? Демек бұл салғырт қараған, немесе бір нәрсені жасырып отыр әбеке. Ол сол файлдарда сол жерде Дастан Әділбайға КамАЗдың артында әскерлер атқан сол нәрсе бар болуы мүмкін. Сол үшін бізден жасырып отыр әбеке. Түсініп отырсыз, осындай қызық деректер болып жатыр, қызық жайттар болып жатыр әбеке, түсініксіз. Бұл қалайша істе тіркелген материалды бірінші сот отырысына да көрсетпеді, апелляцияға да. Мен өзім апелляция біткенше өзім арыз жазып, сол неге сотқа барған едім, сол Абай көшесіне орналасқан. Сол жерде хатшы шықты, бірінші сот отырысына арызымды қабылдап алды. Қазір мен дискке басып келейін деді, кетеді, бір шама уақыт күтмей келеді, маған айтады, ашылмайды дейді ғой. Қалайша әбеке, іске тіркелген материал, ана жерде адам өліп отыр. Қалай оны ешкім көрген жоқ. Бірінші сот отырысына да көрсеткен жоқ бізге, апелляцияда да көрсеткен жоқ. Онымен қатар менің Ербол бауырым құр отырмай, өзіне жаңағы куәгер болған, жәбірленуші болған Қайратов пен Жақсымбетовке телефонмен звондаған, түрмеде отырып звондаған, ол солардан ақша алған, бала шағасына көмектескен. Не үшін көмектеседі әбеке? Олар айтты ғой сотта, бізге Жұманов атты дейді. А егер де атқан адам болса, өздері жәбірленуші болса, несін Ерболдың бала шағасына олар ақша жіберді? Демек, ар-ұяты жібермейді әбеке, біліп отыр, 16 жылға соттатып отыр оны, 16 жылға әбеке. Түсініп отырсыз әбеке, мына жерде менде қазір Ерболдың Жақсымбетовтың номері. Қайратовтың басында. Жақсымбетов істегі зәйілісі жинау. Жақсымбетов. Жақсымбетовке звондайын деп жатыр. Алло, ассалаумалейкум. Қалайсың? Ереке, мен ғой Ербол. Қалай Ереке? Пойдет, аман есен, өзің қалайсың? Жақсы. Сол бауырым, связьға шық. Әбеке қоспай-ақ қойын. Осындай біздің дәлелдемеміз бар. Звондаған, сөйлескен, ақша жіберген нелері бар, переводтары бар, аудио жазбалар бар. Жақсымбетов негізі өзі психологически кішіне слабыйлау балада, өйткені ар-ұяты бар бала. Оны бірінші сот отырысына бізге шақыртпады. Біз оны сұрадық. Жақсымбетовті осы бірінші сот отырысына әкеліңіз деді. Әкем еді. Астанадан телефонмен ғана сөйлес. Апелляцияда да біз оны сұрадық. Жақсымбетовті әкеліндік. Өйткені Ерболға дәлел жоқ, 16 жылға соттатып жіберді. Атылған қару-жарақ, дәлелденбеді, экспертиза сәйкес келмейді. Сол жерде табылған бір гильза Ерболдың қару-жарағына сәйкес келмейді. Ол жерде Ерболдың бейне жазбасы жоқ. Тек қана екі әскер, Қайратов пен Жақсымбетов, сосын Баширов деген азамат қаңтар оқиғасына қатысқан. Солардың несімен, показаниясымен куәгер жәбірленуші болып, менің бауырымды 16 жылға соттатып отыр әбеке. Осындай жағдай, осындай бізде материалдар бар, осымен тоқтамаймыз, күресе береміз. Алла бұйыртса, иншалла, әділеттікке жетеміз. Алла бұйыртса.
күндерін Жақсы, күнде бұл дүниеде бауырымызбен жетістікте келесі ақыретте жауап береді ол кісілер. Әбеке, бүйтіп қалдырмайды ғой Алла тағала. Адамның көз жасын жібермейді. 16 жылға соттатып отыр мен бауырымды. Я сіз тыңдап отырмын Әбеке, айбетпен сөзіңді бөлдірдім. Я сұрақ қояйын дейміз уже. Не? Қазір. Я эфирде қатты ашуланбаңыз, я. Әйелі немесе өзіңіз туған бауыр ретінде кездестіңіздер ма? Жалпы, қамалғаннан бері? Жоқ, иә, кездестім. Екі баласымен 2024 жылы, қазір нақты сізге айтам, 2024 жылы Ербол бауырыма екі баласын алып, жаз айында кіріп шыққан болатым. Ол белгілі бір уақыт болмай ма, Ереке? Айтыңызшы, заңды бойынша 6 айда бір рет, немесе 3 айда бір рет деген кездесу болады ғой. Сондайлар болмай ма? Кездесу болады ғой. Енді мен түсінігім бойынша бұның тегіз мінез құлық дәрежесі бар ғой. Тегіз мінез құлық дәрежесі бар адамда бір шектеу қоятын шығар Әбеке. Мен ол заң жағын білмедім. Мысалы, посылкасы бар, қысқа мерзімді кездесу бар, ұзақ мерзімді кездесу бар. Солардың бәріне шектелетін сияқты мен нақты білмедім Әбеке. Сол үшін бізге де оңай емес қой Әбеке. Павлодар қаласына екі баласын, олардың сабағы бар, жол кіресі бар, ояқа апару. Сол үшін мен оның туған әріптесі Гүлжан арыз жазған болатынбыз. Әлеуметтік байланысты жақсарту мақсатында қылмыстық атқару кодексінің көрсетілген ғой. Сотталған азамат өзінің тұрғылықты жерінде өтуі керек. Бұны алады да жаңа 58-ші мекемеден Павлодар қаласына жібереді. Енді Павлодар қаласына кеше мен хабарласқан кезде Әбеке осы уақытқа дейін Ербол бауырыма осыншама арыз түсіп отыр, кесілген адамдар құқығынан ешкім келмеген, прокуратурадан ешкім келмеген, қылмыстық атқару комитетінен, департаментінен ешкім келмеген. Мына жерде айтып отыр, жаңағы Павлодар полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздігінен соларға жүктеп отыр енді осы істі қарап тергесін деп осы бейне арқылы мен жолдау жібергім келіп отыр. Павлодар облысы полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастығы полиция подполковнигі Қарымсақовқа дейді. Қарымсақов мырза, өзіңіз тергеушілеріңізді менің Ербол бауырыма қашан жібересіздер? Ербол бауырым соны сұраған ғой тергеу изоляторында. Енді мен кездесу, таксофонмен сөйлесу, посылка алу, мен қалай, менің құқығым бар ғой, қалай не десе, сенің Ербол әлі статусын белгісіз дейді. Қанша күн өтіп кетті? Бір адам бармаған ғой, мына адам кесіліп жатыр, дәлелдеп жатыр. Фискальный чектері бар, суреттері бар, бейне жазбалары бар. Шарасыздықтан ол не үшін кесілген Әбеке? Прокурор сұраған ғой, прокурор шақырыңдар деген. Прокурор шақырмаған 102 келгенде сол жердегі білмем қандай неяқта ДПНК Али деп тұр ғой, Алиде айтқан тігіп қайтадан жауап тастаңдар. Прокуратура 102-103 шақырмаңдар деп отыр. Көріңіздер, жасырып отыр, қылмысты жасырып отыр. Шарасыздықтан өзін кескен, 58-де де кескен, 46-да да кескен суреттер бар, өтінішпен тіркеп жібердім. Неке, не ғой сіз қайталаватсыз. Басында айттыңыз да, қазір қайталаватсыз. Ұзақ болса көрермендер де тыңдамайды. Қайталағаннан кейін мен сізге сұрап тұрғаным, кездесе алдыңыз ба? Әйелі заңды некедегі әйелі кездеседі, немесе туған бауыр ретінде Ерболмен осы уақытқа неше рет кездестіңіз, соны айтыңызшы, қысқаша айтыңызшы. Ерболмен бір рет кездестім ғой, екі баласымен кіріп шықтым. Қысқа мерзімді кездесумен 58-ші мекемеде отырған кезде екі баласымен кіріп шықтым. Жазда 2023 жылы Әбеке, мен айбетпен кішкене эмоцияға беріліп отырсам, көрермендерден де кешірім сұраймын. Мені түсіну үшін менің бауырым 16 жылға заңсыздықпен сотталып отыр. 3 жыл болды, 3 жылдың ішінде жазбаған арызымыз жоқ. Айта берсең енді көп. Я нақты сұрақтарыңызға жауап берейін Әбеке. Соңғы рет 2024 жылы жаз айында кіріп шыққанбыз. 2023 жылы жазда ол апелляциялық сот күшіне енді ғой. Жаз айында біз барып жүрдік қой.
маусым айы болу керек, иә? Аха. Маусым, шілде айларында. Шілде айында. Сөйтіп, содан бері сонда биыл 2 жыл болады. Сол уақыттың аралықта сонда бір-ақ рет жүзбе-жүз кездестіңіз бе бауырыңызбен? Мен өзім екі баласын алып кіріп шықтым. Соңғы жаз айында 2024 жылы. Бір рет. Мен өзім бір рет, аха, екі баласын алып. Аха, бір-ақ рет. Жақсы. Енді сіз маған қоңырау салған кезде мына этапқа дайындап жатыр деп айттыңыз осы қазіргі уақытта. Сол туралы айтыңызшы. Қайда дайындап жатыр? Нақты ақпарат па, жалпы? Енді Әбеке ешкім тергеу изоляторында отыр. Түсінбедім. Нақты ақпарат қой, иә? Бір жаққа оны жіберейін деп жатыр ма қазіргі уақытта Ербол Жұмановты? Әбеке белгісіз отыр. Бірақ мен өзім Ерболды басқа жаққа этапқа жіберейін деп отыр. Ербол сындыру керек болып отыр ғой. Аузын жабу керек. 58 ауыз жабылмады, 46-та әділетсізге көз жұма алмады. Енді бұл 46-тан одан да қатаң бір жерге жіберу мүмкін. Әбеке мен нақты білмедім. Қазіргі таңда Павлодар облысындағы және тергеу изоляторында отыр. Бірақ оны этапқа дайындау мүмкін. Өйткені ешкім барған жоқ, Әбеке. Қаншама арыздар түсіп отыр. Не тергеуші барған жоқ, не адамдар құқығы бар. Олар барған жоқ. Не прокуратурадан адам келмесе. Мұнда оны бір жерге дайындап отыр ғой, жіберу үшін. Іс не болып жатыр? Материал не болып жатыр? Ол жәбірленуші болып не істеді ма? Неақта айтып отыр, өзіндік қауіпсіздік жаңағы басқармасына жіберіп отыр. Істі қараңдар, тергеңдер, қауіпсіздігін қамтамасыз етіңдер, сондай шараларды қолдаңдар десе, тергеуші тағайындалу керек, ол тергеуші қаулы шығару керек. Осы уақытқа шейін бір жеті болатын болды ғой, ешкім бармаса, Әбеке. Мынақты айтып отыр, 25 қаңтарға дейін хабарлауды сұраймыз деп отыр. Міне қабылданған шешім және жүргізілген тексерудің нәтижелерін деп тұр, Әбеке. Бүгін мысалы 16-сы, енді қанша күн қалды? 9 күн қалды, 9 күнде жауап беру керек бұлар. Жағдай қиын. Иә, түсініп отырмын. Жаңағы сонда Ерболды қазір уақытта қандай режимде ұстап отыр? Жалпы түрмелер бөлінеді ғой, жеңіл, орташа. Иә. Ербол жеңіл, орташа, қатаң. Әбеке, естіп отырсыз ба? Мен сізді естімей отырмын, Әбеке. Естіп тұрсыз ба? Әбеке, енді мен сізді естімей отырмын. Мен жазылып жатқанша сұхбатымыз. Жаңағы Ербол өтініш жасап еді. Жаңағы жіберген бейне материалдарды, өйткені Ерболға сол Павлодар облысының прокуроры Құрақбаев Альхат Хамитович жолыққан екен Ерболға. Сосын Ерболдың өзіне айтқан екен, иә, бұлардың бәрі қылмысты. Естімей отырмын мен сізді, Әбеке. Мен сізді естіп отырған жоқпын. Сол Павлодар облысындағы прокурор Құрақбаев Альхат Хамитович Ерболға жолыққан 46 мекемеде отырған кезде, оны кеше мені таксофон арқылы айтты. Бұлар, иә, ол өз мойындап отыр дейді прокурор. Бұның бәрі қылмыс, не үшін жасырған, не үшін 102 шақырмаған, не үшін 100 шақырмаған. Мен Ербол білген жоқпын, бұл сенің осындай қиын жағдайда екенімді деп айтқан. Сөйтіп, мен сенің ағана звондаймын деді. Ол кісі маған звондаған жоқ. Бірақ мен өзім 2 күн қатарынан звондадым, өтініш арқылы келген номерде. Звондасам, ол кісі жоқ, ол кісі шығып кетті. Мен ол кісіге хабарламаны айтам, кім звондап жатыр? Осыны Азамат Жұманов, Ерболдың бауыры Жұманов Ержан звондап жатыр. Осыны айтыңыз, Құрақбаев Альхат Хамитовичпен телефон арқылы сөйлесейінші деп едім. Ербол бауырының жағдайын білейінші деп едім. Маған не ақпарат жетті ғой, 46 мекемеде жоқ деген. Мен Павлодар облысындағы департамент, қылмыстық атқару жүйесінің департаментіне звондаған кезде, сіз неге 46 мекемеге звондап біліңіз деді. О жерден маған айтпады. Сөйтіп, мен 46 мекемеге звондап едім. Кезекші бөлім алды, біз ондай ақпарат бере алмаймыз. Біріншіден, екіншіден, ондай ақпарат білмейміз деді. Сіз арнайы бөлімшеге звондаңыз деді. Сөйтіп, арнайы бөлімшеге звондап едім. Иә, бауырымызды жұма күні ғой, таңертең. Бүгін қай күн? Бүгін 16-сы.
Бүгін 16-сы, бүгін қай күн? Жанка, бүгін қай Бейсенбі, күн? бейсенбі. Аптан. Бейсенбі, Четверг. бейсенбі. 15-і, 14-і, 13-і, 12-і, 11-і. 10 күні, жұма күні. 10 күні таңертең алып кетті. Тергеу изоляторына деп маған айтты. Сөйтіп мен содан білдім. Енді кеше өз таксофонмен звондады маған. Айтты, осы уақытқа шейін не тергеуші келмеді, не адамдар құқығы. Ол Астанаға да звондап мен сұрадым. Кішіне эмоция беріліп телефонмен сондай бір күйзелісте жүрдім. Ол кісіге мүмкін қатты сөйлеп қойған шығар, бірақ мені түсініңізші дедім. Өзіңізде бауырыңыз бар шығар дедім. Осыны жағдай болып жатыр, әділетсіздік болып жатыр. Өз-өзін кесіп жатыр. Неге өзіңіз Павлодар облысындағы әріптестеріңізді жібермейсіз дедім. Жібермейсіз дедім. Өзіңіз әріптестеріңіз неге жібермейсіз дедім. Жанар Мақсұтовна деген кісі алды. Сол кісіге айтып едім, қарастырамыз сөйтеміз деді, бірақ алайда өкінішке орай осы уақытқа шейін әлі ешкім келген жоқ. Ербол бауырыма ешкім жолыққан жоқ. Ербол бауырымды менің ойымша оны этапқа дайындап отыр. Басқа жаққа жіберейін деп отыр, Әбеке. Өйткені мына бізге оны жібере алмайды. Өйткені үшінші тегіс мінез құлқы дәрежесі айқындалғандықтан деп отыр. Оны басқа жаққа қатаң жібереді. Олардың мақсаты Ерболдың аузын жауып сындыру болып тұр ғой. Ербол оның бәріне көз жұма алмай жатыр. Былықтардың бәрін ашып жатыр. Барған жерде бүкіл былықтарды айтып жатыр ғой. Мына жақта енді сотталған азаматтарға заңсыздықпен қорқытып, басқа жаққа жібереміз деп құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мына жақта наркотик туралы айтылып жатыр. Енді білмеймін, Әбек, айтарыма сөз жоқ. Әділет қаяқтан іздейміз? Қайта бауырым болған соң жаным ашиды, тегізде білмеймін, шарасыздықта не істегенімді де. Сондай қиын жағдай болып отыр, Әбеке. Сол үшін сізге хабарластық. Сол үшін сіздің алдыңызда да, Әбеке, басқа да адамдарға хабарласқан, осы бейне жазбаны көріп жатса өздері біліп жатар. Facebook арқылы, басқа да әлеуметтік желілер арқылы. Сол осы өзіңіз сияқты журналистер емес, олар басқа салада жүрген азаматтан хабарласып едім, ол кісілерден ешқандай жауап келмеді. Бар Ербол бауырым кеше таксофонмен сөйлескен кезде өзі қайтадан айтып қалды. Ербол енді не сұхбат берші деді. Кімге берем деп едім? Абзал Әбекене берші сұхбатты деді. Білсін, халық көрсін. Немесе осы қызметте отырған бір әділ басшылар бар шығар, жан ашитын, көріп отырған осындай заңсыздықты біреу келіп қолға алатын шығар деген үмітпен Абзал Достияға Әбекене сұхбат берші, естісін мен жан айқайымды. Кім біледі, жасырып басқа басшылар осы салада жүрген қылмыстық атқару жүйесінің комитеті болсын, жаңағы басқа полиция департаменті болсын, басқа жаңағы сыбайластық жемқорлыққа қарсы агенттік болсын, осы салада жүрген азаматтар, адал ағаларыңыз бар шығар, жан ашитын азаматтар шығатын шығар, еститін шығар мен жан айқайымды. Содан кейін бар іс қозғалатын шығар, тергеуші келетін шығар, қылмыстық іс қозғалып, осыны заңды бұзған азаматтарды аяғына дейін апаратын шығармыз деген сондай үмітпен сізге хабарласып отырмын, Әбеке. Бұл менің инициативам емес, менің бауырымның инициативасы. Әбекене айтшы, Әбеке берсін, Әбеке сұхбат берші, осыны халыққа жеткізсін деген өтініші, Әбеке. Естіліп тұр ғой, Береке? Естіліп тұр. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, Әбеке. Түсінікті, барлығын айттыңыз деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, мен осы азаматты осы уақыт бөліп жазып алып сіздердің назарларыңызға ұсынған себебім, енді ол азаматқа ешкім бір қорғаушылар, адвокаттар кіріп жатқан жоқ. Негізі Павлодар облысындағы адам қорғау жөніндегі уәкіл болады әр облыста. Мысалы үшін Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы адам құқығы жөніндегі уәкіл омбудсмен Артур Ластаев болатын болса, әрбір облыста сондай бір өкіл болады. Ол түрмелерге кіреді, басқа жерлерге кіреді. Сол облыстағы адам құқығының бұзылмауы үшін, ол түрмеде тұрсын, ол бостандықта адам болсын, адам құқығы жөніндегі уәкіл. Бірақ өкінішке орай, Павлодар облысындағы уәкілдің кім екенін біз әзірге білмейміз, бірақ бар ол адам. Өйткені әр облыста облыстың әкімі болған сияқты, облыстық сот болатын сияқты, облыстық құқық қорғаушы бар, адам құқығын қорғайтын. Сол азаматтардың, сол маманның назарына осы
Өйткені Ербол енді ол бұрын белсенділікпен айналысқан немесе билікке қарсы шыққан ондай бір саяси тұтқын емес. Сол себепті болар ол назардан тыс қалып отыр. Сол себепті мен оның туған бауырының жанайқайын қарапайым халықта көрсін, сол азаматтың басында жағдайды деп. Одан кейін биліктегі құзырлы орындарда қарасын деп. Өйткені ол бірінші сот отырысында Тараз қаласында қаралған кезде де, одан кейін Жамбыл облыстық соты қаралған уақытта да осы бауыры қоғамдық қорғаушы болып, бүкіл дәлелдерін келтіріп, оқтың қалай ұшқандығын, оқтың қалай жанатындығына дейін зерделеп, адвокатпен бірге сол жерде шырпыр болып қорғағанын мен сол залда отырып өз көзіммен көрдім. Сол себепті қазіргі уақытта ешкімнің басына бермесін, туған бауыры анау қанша жыл 16 жылға сотталып кеткен кезде, әрине оның баласы ағасы бар, оның үстіне ол кінәлі емес деп отыратын болса, мысалы үшін ешқандай кінәсі дәлелденбесе, оның кінәлісі дәлелденген жаңағы видеоларды қолына бермесе, әрине адам күйінеді, әрине адамның зығырданы қайнайды. Сондықтан Ержан бауырымыздың сәл эмоцияға беріп сөйлесе түсіністікпен қарайсыз деп ойлаймын. Өйткені туған бауырының тар қапаста отыру ешкімге жеңіл тимейді. Сол себепті құзырлы орындарға, барықтардың құлақтарына алтын сырға, міне бауырының күйінішін және жай ғана бір қызба сөйлеумен емес, нақты заңды түрде өздерінің арыз жазғандықтарын, қандай баптарға сүйеніп отырып арыз жазғандықтарын, яғни сауатты түрде өздерінің күресін жалғастырып кетқандығын біз көріп отырмыз. Сондықтан пікір жазып, таратып отырыңыздар. Енді біздің қолымыздан келетіні, менің қолымнан келетіні ақпаратты жариялау, айту, жеткізу. Сондықтан мен енді қолымнан келгенше осы азаматтың бүкіл сөзін бүкпесіз жариялаймын. Ереке айтатынымыз болса, сонымен эфирді тоқтатсақ. Әбеке. Аха. Айта беріңіз. Әбеке, үшеуде тағы бір айтып кететін жайт, енді осы салада жүрген азаматтарды айтып отырмыз ғой, енді осы мүмкіншілікті пайдаланып, осы Тараз қаласында отырған кезде, Ербол 58-ші мекемеде, адамда құқығы жаңағы уәкілі аты жөнін есімін ұмытып отырмын, өкінішке. Өте сондай сапалы түрде кіріп, Ерболға шығып, Ерболдың сол қылмыстық іс қозғалуына себепші болған адамдардың бірі, сол Ерболдың побойларын алып, сондай өзін адал қызметін атқарып, сол азаматтың есімін ұмытып отыр. Менде бар. Ондай адамдар жоқ емес, Әбеке. Бәрі ондай емес. Аллаға шүкір бар, адал қызмет атқаратын азаматтар бар. Сол кісіге рахмет айтқым келіп отыр. Бұл сіздің енді көп көрермендер көреді ғой. Ерболға кіріп, Ерболдың побойларын алып, сол арқылы іс тіркелген болатын. Ерболды осы Жапаров Руслан қылқындырды, тұншықтырды деген кезде. Сосын басқа да қылмыстық атқару жүйесі комитетіне звондаған кезде Калмурзин Данияр Балғабаевич деген азамат бар. Ол да өте сондай кәсіби маман ретінде жауап береді. Сұрақтарына сұрақ қоясың, сұрақ жауап береді. Қашқақтамайды. Телефонына звондайсың, телефон қай уақытта звондасаң да сол жігіт жазылып тұр өтініште. Калмурзин Данияр Балғабаевич. Звондайсың, алады, жауап береді сұрағына. Кейбір мекемелерге өтініш арқылы звондасаң, керек десеңіз номерлері басқа жаққа түсіп кетесің. Бұл деген салғырттық, салақтық па, қалай айтсам екен. Мысалы, адамда құқықтық несіне звондасаң, мәдениет саласына түсіп кетесің. Көріп отырсыз ба? Ол кісіге де айтқан болармын, Жанар Мақсұтовна. Мен сізге звондап мазаңызды алмайтын едім. Мына жақта өтініште жазылып тұрған азаматтан звондасам, басқа мәдениет саласына түсіп кетіп отырмын. Сол үшін, сол себептен сізге звондаған дедім. Мен бұны қарастырамын деді. Сонда сіз қандай? Мен ол кісіге айтып отырмын да, өзім жаны айқайымды, ол кісі маған айтады. Сонда қандай жала дейді, жауып отырсыз дейді. Мен көмек сұрап отырмын ол адамы. Жала деді, сосын бар, қандай айып тағып отырсыз дейді. Көрдіңіз, уже адам үкім шығарып қойды да, мен жала сөйлептім, не айып тағып отырмын. Жоқ, сондай жерде отырған соң өзің кәсіби маман болса, көмек сұрап отырған соң сұраса өзін, осындай жағдай болып жатыр, осындай дейді де қарастырылады деді, өтініш кіргізсең сол қалпында тұр, ешқандай қимылдаған да жоқ.
Павлодар облысындағы өзінің әріптестігіне әлі жеткен жоқ. Осы Әбеке, сізге де осы мүмкіншілікті пайдалана отырып, Әбеке, рахмет, еңбегінің жемісін көріңіз. Сіз арқылы қаншама осындай ақпараттар, заңсыздықтар, тәртіпсіздік, жемқорлықтың несі деп айтса да бола ма, білмеймін ғой енді, қалай енді бұны қылмыстық іс қозғалып жатса, енді көре жатармыз қалай болатынын. Сізге көп рахмет айтқым келеді, Әбеке. Өстіп көмектесіп, осы халыққа жеткізіп. Жақсы. Ассалаумағалейкум, мынау материалдар түсір, не серийный көргеніңіздей мен өзім сатып алған шегі бұның бәрі бар, толықтай дәлелдеме ретінде. Магазиннен сатып алдық, осы мекеме тұрғаншы мекемені ремонттауға бізді азаптап ремонттап жатыр берді енді. Қорқытып та енді жаңағы кредитқа жібереміз, нарушитель банк саны мынау деп сұрап қосып береміз деп. Сонымен мынау 13 күні басталды, 11-ші ай, 24-ші бірінші хаталы дейді, енді бірінші комната бар, содан бастадық, ішін краскілеп, жағып, бәрін. Одан кейін 16-сы күні, 11-ші ай, 24-ші жылдың, тоже екінші бөлме, одан кейін үшінші бөлме, 20-шы, бұны бітіреміз, аяқта чайхана бар, коридор бар, қанша ақша шығарып жатыр, болғанбыз. Оның алдында арыз жазған болдым, өтірік деп шығарған едім, мен өтірік айтып жатыр. Енді мұны сізге дәлелдемес, сырттан да түсірген видео бар, өзіңізге серийный нөмірлердің бәрі тұр мұның артынан. Одан кейін бұның бәріне кінәлі, мынау мекеме бастығы Бакин бар, зампарор бар, Айдар деген замполит бар Байкин. Ол ген прокуратура может әрбірінің беруі болуы мүмкін, өйткені мен солар үшін арыз жазған болатынмын. Енді менің айтқым келетін іс қозғаңыздар, Қазақстан Республикасының кодексіне сай, бізді азаптап іс жасатып жатыр. Бұның бәріне 31 күні 10-ші ай 24-ші жылы 5 бала кесілген болатын бұл бараттан. Олардың жағдайы қиын болған еді. Енді оның бәрін жасырып отыру керек. Сол үшін сіздерден сұрағаным осының бәрін зерттеп тексеріп көріңіздер. Сосын дәлелдемелердің бәрі бар, толығынан ДУИС полностью сопутствовать етіп жатыр. 46 мекеменің мен арыз жазған болатын, ремонт істеп жатыр, осылай біз өз ақшамызға деп. Олар камерадан көрдік, зерттедік, бәрін жоққа шығарған болатын. Енді міне өзіміз мәжбүр болдық, осыны істі өзім зерттеп, тергеп, дәлелдеп отырмын. ДУИСта бізге полицияның ешқандай қажеті жоқ, ұяттарыңыз бар шығар хотя бы. Осыны міне видео дедіңіз, видео енді не дәлел керек сіздерге, білмейміз біз. Бізге толық ақшамыз өндіріп берсін, 10 миллиондай ақшамыз кетті, сол ақшам толық өндірсін, ремонт өз қолымызбен жасап, не үшін жасаймыз? Ауру белінде грижа болса да мәжбүрміз. Өйткені бұл ремонтты қорыққаннан жасаған жоқпын, дәлел ретінде жасап отыр. Бұлар мені жалған сөйледі деді, мен мәжбүр болдым осыны істеуге. И қазір ары қарай қандай жағдай болса да, мен қысым болып отса да, мен қорықпаймын бұлардан. Мен айтып отқаным, міне дәлел 100% дәлел. Ұяттарыңыз болса, хотя бы соны алып соттаңыз бұл кісілер. Бізді болса соттайсыздар, бұлар соттамайсыздар ма? И мен антиқорға, мен өзім үндеу жіберіп отырмын антиқордың өзінен. Кішкене болса да ұятыңыз бар шығар, қанша жазық сіздерге.